Сәлем достар, сіздермен бірге қысқаша кино. Дәл осы шығарылымда сіздерге «Как приручить дракона» мультфильмін қысқаша айтып беретін болам. Достар, видео басталмас бұрын арнаға тіркеліп лайк басып кетейікші. Мы их совсем не знаем. Не нужно их убивать. 15 жастағы Икинг есімді жасөспірім викинг басқа викингтерге дене күші де, айдаһарды өлтіру қабілеті де ұқсамады. Алайда ол айдаһарлардың бірін өлтірсе, өмірінің жақсаратынына сенімді. Бір күні түнде айдаһарлар ауылға тағы бір шабуыл жасайды. Бала Стойк деген әкесін тыңдамай ауылды қорғауға қатысты. Осылайша ол қару-жарақ қоймасына да келді. Бірақ та қойманың басшысы Плевак оған қару-жарақ бермеді. Өйткені ол өте кішкентай және сенің айдаһарға күшің жетпейді дейді. Осыдан кейін айдаһарлардың ең қауіптісі түнгі қаһар деген айдаһар ауылға шабуыл жасайды. Бала айдаһарды өлтіру үшін ауылдың шетіне шықты және атқан оғы да түнгі қаһарға дәл тиді. Осылайша айдаһар ауылдың шетіне құлады. Икинг айдаһарға дәл тигізімде қуанып тұрғанда, басқа айдаһар келіп оған шабуыл жасайды. Баланың қуанышына орай дәл осы кезде әкесі келді және айдаһармен алысып, оны жеңіп тастады. Осы жердегі тайпа көсемі Икингтің әкесі Стойк еді және ол жиналыс жасап, айдаһарлардың ұясын тауып, оны жойып жіберейік дейді. Дәл осы уақытта Икинг түнгі қаһарды іздеп жүр және орманда оны тауып алады. Алайда дәрменсіз жануарды өлтіруге оның батылы бармады, немесе оны аяп кетті десе де болады. Икинг арқанды кесу арқылы айдаһарды босатты. Бірақ та айдаһар балаға шабуыл жасап, ешқандай зиян келтірместен ағаштың артына жасырынады. Осыдан кейін Икинг түнделетіп үйіне келді, ал әкесі оған жаттығуға баруың керек дейді. Алайда Икинг айдаһарларды өлтіргісі келмейді, бірақ сонда да жаттығуға баруға мәжбүр. Келесі күні жаттығу жасауға Икингпен бірге басқа да балалар келді. Олардың есімдері Астрид, Смаркала, Забьяка, Задирака және Арбенок. Жаттығудағы бірінші айдаһар Громел. Жаттығудың соңында Астрид пен Икинг қана қалды, ал қалғандары жаттығудан шығып кетті. Айдаһар балаға шабуыл жасайды. Икинг сәл болмағанда отқа жанып кете жаздады, бірақ та Плевак оны құтқарып қалды. Осыдан кейін бала түнгі қаһарды іздеуге шықты және айдаһар сол күні не үшін мені өлтірмеді деп өз-өзіне сұрақ қояды. Икинг жартаста жасырылған аңғардан түнгі қаһарды тапты және құлау кезінде құйрық жарақатына байланысты айдаһар өздігінен ұша алмай жүр екен. Айдаһар баланы байқап қойды, бірақ та ештеңе істемейді. Осыдан кейін Плевака балаға айдаһар туралы кітап береді. Бала кітапты оқығанда барлық айдаһар туралы ақпарат бар, бірақ та түнгі қаһар туралы ештеңе жазылмаған екен. Икингтің әкесі Стойк адамдарды ертіп, айдаһарлар ұясын іздеуге кетті. Жаттығудың екінші күні басталды. Балалардың бүгінгі қарсыласы Змейник деген айдаһар. Айдаһардың шабуылынан Астрид пен Икинг сәл болмағанда өліп кете жаздады және Астрид барлығына Икингті кінәлауда. Келесі күні бала түнгі қаһарға балықтармен келді. Икинг балықтарын айдаһарға береді және айдаһар аузын ашып тұрған кезде оның аузында тісі жоқ сияқты көрінді. Негізінде оның тісі жағының астына жасырылған. Сол үшін де бала айдаһарға Беззубик деп ат қояды, яғни тісі жоқ деген мағынада. Сонда Беззубик өзінің тамағын баламен бөліскісі келді және бала не істесе де соны қайталайды. Икинг айдаһарға қолын соза бергенде ол ұшып кетті. Осыдан кейін бала жерге Беззубиктің суретін салып жатады, ал оны артында білдіртпей айдаһар қарап тұр. Сонда айдаһар баламен ойнағысы келіп, кішкентай сызық сызады. Ойынның шарты сызықтан шығып кетпеу. Ойынның соңында бала айдаһарға тағы да қолын созады. Осылайша екеуінің арасында достық пайда болды. Осыдан кейін бала айдаһар ұша алу үшін құйрығының жартысын жасап бергісі келді. Ал келесі күні бала жасаған нәрсесін айдаһардың құйрығына орнатады. Беззубик аспанға ұшты, бірақ та құйрықты басқаратын құрылғы болмағасын қайтадан жерге құлайды. Осыдан кейін жаттығудың үшінші күні басталды. Бұл жолы қарсылас Пристеголовый деген айдаһар. Бала айдаһарды жылан-балықтың көмегімен жеңіп кетті. Себебі осыдан бұрын Беззубик те жылан-балықтан қорыққан болатын. Сол үшін де басқа да айдаһарлар жылан-балықтан қорқады екен. Баланың жеңіп кеткенін көргенде барлығы қатты таңғалды. Ал жаттығудан кейін бала айдаһардың үстінде ұшу үшін ертоқым жасайды. Енді айдаһармен ұшу да оның қолынан келді, бірақ та ұзаққа созылмады. Себебі Беззубик шөптен де қорқады екен. Шөптің көмегімен Икинг Громелді де жеңіп кетті. Осыдан кейін баланың аты шыға бастады. Барлығы одан қалай жеңдің деп сұрайды. Ал Икинг болса неше түрлі сылтауларды айтып, сұрақтан қаша береді. Осылайша Икинг Беззубикті зерттей берді. Соның арқасында жаттығудағы басқа да айдаһарлардың барлығын жеңіп шықты. Ал Астрид Икингқа сенбей, одан күдіктеніп жүр. Осыдан кейін Стойк келді, бірақ та айдаһардың ұясын таппаған екен. Және де баласының ауылдағы ең танымал адам екенін естіп қуанады. Осы уақытта бала Беззубикпен алғашқы ұшу сәтін тексеріп көрді және айдаһарлардың басқалар ойлағандай қауіпті емес екенін түсінді.
Ал кешкісін әкесі келіп қуанғаннан балаға бас киімін сыйлайды. Келесі күні Икинг барлық адамның көзінше Айдахарды жеңіп тастады және ауылдағы қарт адам Айдахарды өлтіру үшін Икингті таңдайды. Жаттығудан соң бала Беззубикқа келді. Алайда бұл жерде оны Астрид күтіп тұр екен. Сонда Беззубик қызға шабуыл жасағанда бала екеуінің арасына араша болды. Ал кейін Астридке барлығын түсіндіреді. Осылайша Айдахардың үстіне шығып, қызға ұшу сәтінің сұлулығын көрсетті. Осыдан кейін қастарынан 10 шақты Айдахардың ұшып жүргенін көреді. Олармен еріп жүре бергенде бір апанға барлығының тамақтарды келіп тастап жатқанын көреді. Бірақ өздері жемейді екен. Сонда апанның астынан барлығынан да ең үлкен Айдахарды көреді. Үлкен Айдахар балаларды байқап шабуыл жасайды, бірақ та олар қашып кетті. Балалар енді түсінді, басқа Айдахардың барлығы үлкен Айдахарды тойдыру үшін тамақ ұрлайды екен. Бірақ та Икинг бұл ақпаратты әкесіне айтқысы келмеді. Себебі айтатын болса, Беззубикті өлтіріп тастауы мүмкін. Дәл осы кезде Астрид ойламаған жерден баланы сүйіп алды. Чего ты уставился? Тұтқындағы Айдахарды өлтіретін уақыт келді. Сонда Астрид баладан не істейсің деп сұрайды. Ал Икинг болса барлығын өзгерту керек дейді. Осылайша Айдахарды босатты. Ал қорқынышты Айдахар болса Икингке шабуылдауда. Сонда бала қару-жарақтарын тастап, мен басқалар сияқты емеспін дейді. Және де барлығына Айдахарлардың қауіпті емес екенін көрсеткісі келді. Осы кезде әкесі қоршауды ұрып жібереді. Соның кесірінен Айдахар қорқып Икингке шабуылдайды. Ал Беззубик Икингтің шыңғырған дауысын естіп көмектесуге ұмтылды. Осылайша баланы да құтқарады, бірақ та өзі қолға түсіп қалды. Осыдан кейін Икинг пен әкесінің арасында ұрыс басталды. Және әңгіме арасында абайсыздан Айдахарлардың үңгірі туралы айтып қойды. Сонда әкесі үңгірді тауып, ол жерді құртқысы келді. Икинг жүзіп бара жатқан кемелерді көріп тұр, бірақ та ештеңе жасай алмайды. Астрид жігіттен не үшін Айдахарды өлтірмедің деп сұрайды. Сонда Икинг Айдахарға қарағанда өзімді көргендей болдым дейді. Астрид Икингті қолдайтынын айтты. Сонда жігіт Айдахарлар үңгіріне бару үшін басқа Айдахарларды қолданайық дейді. Осы уақытта викингтер Айдахарлар үңгіріне келді және екі ортада тұрған қабырғаны қиратады. Сонда үңгірден мыңдаған Айдахар шықты және адамдарға қарамастан жай ғана ұшып кетті. Бұны көрген адамдар шайқассыз жеңіп кеттік деп қуанып тұр. Сонда үңгірдің ішінен Қызыл Ажал деп аталатын ең үлкен Айдахар шықты. Қызыл Ажал Стойкті өлтіруге кішкене қалды, бірақ та Айдахар мінген балалар оны алаңдатып жіберді. Бала суға батып бара жатқан Беззубикті құтқарғысы келді, бірақ та қолынан келмеді. Сонда Стойк баласы мен Беззубикті да құтқарып қалды. Енді Икинг пен Беззубик екеуі Қызыл Ажалға шабуыл жасады және аузымен бір от шашқанда орнынан құлатып түсірді. Алайда үлкен Айдахар орнынан тұрып басты кейіпкерлерді қуа жөнелді. Сонда Беззубик аспандағы қара бұлттардың арасына алып барып үлкен Айдахарды жан-жағынан атқылай бастады. Ал кейін үлкен Айдахар аузымен от шығарайын деп жатқанда Беззубик оның аузынан атады. Соның арқасында Қызыл Ажал өзінің отына өзі өртеніп кетті. Ал Беззубик бұл оттан қашып бара жатқанда жігіт отқа түсіп кетеді. Сонда Беззубик жігіттің ізінен отқа түсіп, оны құтқарып қалды. Біраз уақыттан соң Икинг есін жиды. Өкінішке орай бір аяғынан айырылып қалған екен. Ал бала далаға шыққанда викингтер мен Айдахарлардың бірге өмір сүріп жатқанын көреді. Әкесі де баласын көріп қуанып тұр. Ал Астрид Икингті тағы да сүйіп алды. Осылайша мультфильм соңына жетті. Ты мне веришь, брат? Мы все осилим. Олух аралында викингтер мен Айдахарлардың арасында бейбітшілік орнағанына 5 жыл болды. Жас кейіпкерлер қойларды пайдаланып Айдахарлар жарысын ойнайды. Ал Икинг болса әдеттегідей жарысқа қатыспай қоршаған әлемді саяхаттап жүр. Осынша уақыттың ішінде Икинг Айдахар сияқты ұшуды да үйренген екен. Онымен қоса қоршаған әлемді зерттеп, үлкен карта жасап жүр. Ойыннан кейін Астрид Айдахарымен бірге Икингті қуып жетті. Сонда жігіт қызға әкесінің Икингтің тайпа көсемі болғанын қалайтынын айтты. Бірақ та жігіт ондай жауапкершілікке дайын емеспін дейді. Вождь, это так почетно. Я бы обалдел от счастья. Әңгімеден кейін олар алыстан үлкен түтінді көреді және дереу сол жерге барады. Осы кезде Айдахар аулаушылар Астридтің Айдахарын қолға түсірді және Икинг мен Астрид дереу Айдахарды құтқаруға келді. Бұл жерде Эрит есімді Айдахар аңшысы бар еді және ол түнгі қаһарды көргенде қатты таң қалды. Эриттің жұмысы Айдахарларды аулап Драгомен саудаласады. Ал Драго дегеніміз барлық Айдахарларды, ал содан кейін бүкіл әлемді бақылауға алғысы келетін жауыз адам. Осыдан кейін Икинг мен Астрид Айдахарды босатып, Эриттен қашып кетеді. Жігіт үйіне келіп, әкесіне Драго Блудфисттің Айдахарлар әскерін жинақсы келетінін айтты. Сонда әкесі қатты шошып кетеді. Если он соберет армию драконов,
Боги, спасите нас всех. Әкесі Стойк дереу қамалдың есіктерін жауып, ешкім шықпасын деп бұйырды. Ал Икинг болса әкесіне жалынып, Драгомен барып сөйлесейік дейді. Бірақ та әкесі қарсы, себебі Драго ешкімді тыңдамайды дейді. Болмағасын Икинг әкесінің бұйрығына қарамастан далаға қашып шықты, ал ізінен Астрид та шығады. Және қайтадан Эриттің кемесіне келді. Және оған бізді Драгоға алып бар, есесіне 2 айдаһар сендердікі дейді. Сондағы Икингтің мақсаты Драгомен барып сөйлесіп, келісімге келу. Және оған айдаһарлардан ешқандай зиян жоқ екенін түсіндіргісі келеді. Я Эрет, сын Осы кезде әкесі Стойк келіп, тағы да баласын қайтуға көндіргісі келді. Бірақ та бала көнбейді. Сонда Стойк бұрын Драгомен болған бір оқиғаны айтып береді. Ертеректе Олух аралындағылар айдаһармен шайқасып жүргенде, Драго Блудфист деген бір адам келген екен. Және айдаһарларды жалғыз мен ғана басқарамын. Егер де маған бағынып бас есеңдер, мен сендерді айдаһардан құтқарамын деп айтқан екен. Бірақ та барлығы Драгоны келеке қылып күле бастады. Сонда Драго ашуланып сыртқа шықты. Ал ортаға айдаһарлар келеді. Және бөлмедегі адамның барлығын өртеп жіберген, ішінде тек Стойк аман қалды. Осыншама оқиғаны естісе де, Икинг Драгомен сөйлесемін деп ұшып кетті. Осылайша бұлттан жоғары ұшып бара жатқанда, ол бетперде киген айдаһар шабандозымен кездеседі. Белгісіз адам жігіт пен айдаһарды мұзды үңгірге алып барды. Ал үңгірдің ішінде бұрын көрмеген айдаһар түрлері өте көп. Ал белгісіз шабандоз дегеніміз Икингтің анасы екен. Оның есімі Валка. Баласы екеуі бірін-бірі көріп қуанады. Үңгірде Икинг барлық айдаһарлардың айдаһар патшасына бағынатынын білді. Онымен қоса дәу айдаһар барлығын басқара алады екен. Валка баласына Олухтан қалай кетіп қалған туралы айтты. Ертеректе Олух аралындағылар айдаһарлармен соғысатын еді. Сондай бір соғыстың кезінде кішкентай бүлдіршін Икингтің қасына айдаһар келіп тұрғанда, айдаһардың балаға мейіріммен қарап тұрғанын көреді. Осы кезден бастап Валка айдаһарлардың ешқандай зиян емес екенін білді. Алайда бөлмеге Стойк кірген кезде айдаһар қорыққаннан Валканы өзімен бірге алып кетті. Содан бері Стойк әйелін өлді деп ойлаған. Ал Валка болса айдаһарлардың барлығын зерттеп, олардың қыр-сырын біліп, айдаһарлардың қаншайымына айналып кеткен. Осы уақытта Астрид басқа балалармен бірге Эритті қорқытып, бізді Драгоға алып бар дейді. Осылайша балалар Драгоға да келді. Алайда Драгоның әскері балаларды және айдаһарларды қолға түсірді. Осы кезде Драго Олух аралында өте көп айдаһарлар бар екенін естіді. Және Икингтің айдаһарларды басқаратын естіп ашуланып кетті. Және кеменің бағытын өзгертіп, айдаһар шабандоздарына қарай бет алуды бұйырды. И легко завоюем Олух. Ал осыдан кейін Эритті өлтіріңдер деп бұйырғанда, Астридтің айдаһары Эритті құтқарып қалды. Икингтің әкесі Стойк ұлын айдаһарлар үңгірінен табады және оны Олухқа қайтаруға тырысады. Және сол жерден әйелінің әлі тірі екенін анықтайды. Осы кезде екеуі бір-біріне қарап, кезінде шырқаған ескі әнін қайтадан шырқайды. Ал кейін анасы Олухқа қайтадан оралып, бір отбасы болуға келіседі. Алайда Драго өзінің викингтер мен айдаһарларын ертіп, аралға шабуыл жасайды. Эрит өз кезегінде айдаһарлар мен балаларға көмектесуді шешті. Үлкен соғыс басталды. Екі жақ айдаһарлары бір-бірімен қырылуда. Икингтің анасы Валка өзімен бірге айдаһарлар патшасын алып шықты. Ал Драго болса өзімен бірге айдаһарлар патшасына қарсы қара айдаһар патшасын алып келеді. Драго Икингтің анасын өлтірейін деп жатқанда көмекке Стойк келеді. Және Драго екеуі кішігірім төбелесіп қалады. Осылайша екі жақтың ең үлкен патша айдаһарлары төбелесіп жатқанда, қара айдаһар ақ айдаһарды құлатып, оның бүйіріне мүйізін тығып өлтіреді. Үлкен қара айдаһар айналасындағы барлық айдаһарларды, соның ішінде түнгі қаһарды да өзінің гипнозымен бағындырады. Осы гипноздың арқасында Драгоның бұйрығымен түнгі қаһар Икингті өлтірмекші. Әкесі Стойк баласын құтқару үшін жүгіріп келе жатыр. Ал Беззубик аузымен от шашқан кезде, оның шашқан оты Стойкқа тиіп, осы жерде әкесі қайтыс болды. Осыдан кейін үлкен айдаһар гипноздың арқасында бүткіл айдаһарларды өзіне бағындырып, Олух аралына қарай бет алды. Икинг анасымен және достарымен бірге Стойкты викинг рәсімі бойынша жерлейді. Осылайша Икинг викингтер тайпасының басшысына айналды. Енді Икинг Драгоны тоқтатып, Беззубикті өздеріне қайтару керек деп шешті. Барлық ересек айдаһарлар зұлымдықтың артынан ұшып кеткендіктен, Икинг айдаһар сәбилерді пайдаланады.
өйткені олар ешкімге бағынбайды. Демек бұл гипнозға қолжетімді емес деген сөз. Викинг достарымен бірге Драго мен оның әскерімен күресу үшін Олух аралына қарай ұшады. Осы жерде достарына үлкен айдаһарды алаңдата тұрыңдар, ал мен Беззубикті гипноздан шығарып көрейін дейді. Балалар катапультамен қойды атып, үлкен айдаһарды алаңдатады. Ал енді біреусі үлкен дабыл белгісін іске қосты. Осы сәтті пайдаланып, Викинг Беззубикке жақындап, оған әкемнің өліміне сенің ешқандай кінәң жоқ, сен менің досымсың деп қайта-қайта қайталайды. Соның арқасында Беззубикті гипноздан аман есен шығарды. Енді бала Беззубикті тағы да гипнозға түсіп қалмас үшін оның көзін шүберекпен байлап қояды. Драго зұлым айдаһарға Викинг пен айдаһарды өлтір деп бұйырды. Бірнеше сәтсіз әрекеттен кейін зұлым айдаһар Викингті аузынан шығатын мұзбен атып тастайды. Бірақ та Беззубик оны өзінің қанатымен жауып үлгереді. Содан кейін екеуі де мұздың астында қалды. Бірнеше секундтан кейін мұздың ішінде көгілдір жарық жанып, Беззубик бүткіл денесімен мұзды ерту арқылы оны жарып жіберді. Мұздан босатылғаннан кейін Беззубик белгісіз бір қаһарлы күйге енеді. Оның денесінің кейбір жерлері жарқырай бастады және от шашу күші де 2 есе арта түсті. Содан кейін үлкен айдаһарға қарсы шығып, оны шайқасуға шақырады. Дәл осы кезде басқа айдаһарлардың барлығы гипноздан оянып, Беззубиктің қасына шықты және барлығы жабылып, үлкен айдаһарды оттарымен ата бастады. Беззубиктің соңғы соққысы үлкен айдаһардың оң жақ мүйізін сындырып тастады. Осы жағдайдан кейін Драго мен үлкен айдаһардың қашуына тура келді. Енді Драгодан қалған айдаһарлар да, Олухтағы айдаһар да және Валканың үңгіріндегі айдаһарлардың барлығы Беззубикті басшы деп мойындап, оның алдында бастарын иеді. Ал жігіт болса, әкесі Стоиктің айдаһарын Эритқа табыстайды. Викинг Астридті сүйеді. Олух аралы енді бостандықта. Енді жігіт викингтердің жаңа басшысы ретінде аралды қайта қалпына келтіретін болды. Осымен мультфильм аяқталды достар. Достар, бейне ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басып кетейік. Ал келесі видеоны бірінші болып көру үшін қоңыраушаны да басып қой. Келесі көріскенше аман сау болыңдар достар.